Ассалаумағалейкум достар. Бүгін кешкі видео сіздерге кішігірім видеоға түсірейін деген жайым бар. Малымыздың бәрін жайлап, қазір емдерін беріп, суларын беріп қамайын деп жатыр. Және де мына жерге көріп отырғандарыңыздай туалеттің қасына кішкене ұяны үлкейтіп салдым тауықтарға, үйрек пен қазға. Өйткені қаздарың кішкене өсіп, үйректер өсіп, қораға сыймай жатқаннан кейін кішкене үлкейттім. Астана шөп төседім. Анда тауықтарымыз бар, сіздерге тауықтарды да көрсетемін. Арнаға жазылып, лайк басып қолдап отырыңыздар. Достар, енді көп ойлап отырмын, мен алдағы уақытта видеолардың көбін инстаграмға салам ба деп отырмын. Тиктокқа емес, чисто инстаграмға салып отырам ба деп сондай жоспарлап отырмын. Сіздерге тауықтарымды көрсетіп жіберейін. Тауықтарымыз 23 бас қалды ғой. Үй басында 23 бас қалды. 23 бастан қазір 18-17 бастай жұмыртқа алып жатырмыз. Жемі бар. Бір тысқа қойдым жемдерін. Барлығы бір қалыпты. Маған достар Орал қаласынан 25 соттық жер алып беретін, или қайтарымсыз грант алып беретін таныстарыңыз болса хабарласыңыздар. Маған енді гарантиямен керек. Өйткені мен аулам кішкентай, қожалықты шаруашылығымды үлкейткім келіп тұр. Мал басын көбейткім келіп тұр. Құс басын көбейткім келіп тұр. Алдағы уақытта соған маған қайтарымсыз грант алып бере алатын. Енді грант алып берсін деп айтпаймын, енді оған да қарап тұрған жоқпын. Жалпы негізінде маған 25 соттық жер алу керек болып тұр. Көріп тұрсыздар, шаруа кішкентай. Енді мына мал басын көбейту үшін, қора салу үшін кішкене тар болып кетейін деп тұр да, ауланың іші дейтін. Соған маған 25 соттық жер алып бере алатын, или өздеріңіздің таныстарыңыз болса, манағыдай Орал қаласына жақын 15-20 километр жерде 25 соттық, 15 соттық жері бар, жайылымға жері бар таныстарыңыз болса, сондай менің нөмірімді или менің осы тиктогымды жіберсе, бағасын келісіп, рассрочка болса рассрочкаге, адмен болса адмен деген сияқты типа келісіп алғым келіп тұр. Соған жайлап ақша салып, осы қожалық не болды? Бірдеме тұрып қалды ғой тамақтарыңа. Қожалықты үлкейткім келіп тұр кішкене. Мал басында көбейтіп, жайылымға шығарып, құстарды да көбейткім келіп тұр. Соған сондай таныстарыңыз болса, комментария белгілеп кетіңіздер, или болмаса маған хабарлассын, WhatsApp-тан сөйлесейік. Енді үкіметте 25 соттық жерді өзімде жұмыстан қолым тимей жатыр, барып қарап алатын, сөйлесетін. Соған таныстарыңыз болса, алып бере алатын гарантиясымен кәдімгідей осы Орал қаласынан керек, кездесіп, сөйлесіп, қандай документ керек, не керек, менен қандай нәрсе керек, соның барлығын ақылдасып шешетін кісілер болса, таныстарыңыз болса, хабарласыңыздар. Соның бір ретін шығару керек болып тұр, осы алла берсе осы жазға дейін. Өзі келесі жылы соны сол жаққа өзі құрылыстарын, материалдарын бәрін алып бастап кету керек болып тұр ғой. Алла қосса. Все, достар, хабарласыңыздар. Әзірге осы. Пока жаңалық жоқ, айтатындай барлығы бір қалыпты.